Құрметті менің оқырмандарым, күні кеше, яғни кеше президенттің жолдауы бойынша насыбай туралы заң күшіне конкретно енген болып тұр ғой. Мына видеоны тамашалайық. Бізде біріншіден кеше заңнамаға сәйкес бізде шектеу қойылған. Екіншіден бұған тыйым салынған. Именно насыбай бойынша өзіңіздер білесіз. Бұл именно насыбай бойынша ешқандай сатуға рұқсат жоқ екен. Енді бұл жерде осыған сәйкес сізде 25 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынады. Егер де азамат есіңіз кім болады сіздің жаңа танысамай кеттіңіз. Ғани әке, қараңыз, сіздің егер де сізде мына жерде Қазақстан Республикасы заң бойынша ескерту берілсе, бұл жерде сізде бір насыбай емес, сіз бір насыбай үшін емес, сіз заңсыз осы насыбайды сатқаны үшін сізге қазір салынады. Бұл қадам насыбайға толық тыйым салуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ ақпарат құралдары арқылы жан-жақты түсіндіру жұмысы жүргізілуге тиіс. Қазір 21 ғасыр жоғары технология мен жасанды интеллекті қарқынды дамыған заман. Ал біздің азаматтарымыз аузына насыбай салып, қақырып түкіріп жүреді. Осы жағымсыз қылықты ата дәстүрі санайды. Шын мәнінде бұл барып тұрған мәдениетсіздік. Оны тоқтату қажет. Жалпы насып. Әй, сорлай. Ешқандай қылмысқа зияның жоқ еді. 30 жылда болып жүрген қылмысқа бірде-бір қатысың жоқ еді. Алғашқы махаббатым насыбайым, өкіметке болдың ғой бастылайым. Мен өзіңе бауыр басып қалған едім, сезімді қалайша жасырайын.